Қайырлы күн, құрметті біздің виртуалды музей көрермендері. Сіздердің назарларыңызға біз бүгін Кеншілер даңқы айдарының жалғасы ретінде жерлесіміз Түсіп Күзембаев туралы айтпақпыз. Күзембаев Түсіп 1890 жылы дүниеге келді. 1958 жылы дүниеден қайтты. Атақты шахтер, социалистік еңбек ері. 1908 жылдан Қарағандының Джимми шахтасында шанашы, тіреуші болып жұмыс жасады. Қарағандының көмір кенішіндегі ереуілге қатысушы. Бұл ереуіл 1913 жылы болған еді. Түсіп Күзембаев алғашқы стахановшы және бассейндегі стахановшылар қозғалысын ұйымдастырушылардың бірі болды. 1933-37 жылдары забойшылар бригадирі, 37-42 жылдары Қарағанды көмір комбинатындағы номері 1 көмір шахтасының, Сталин көмір тресінің 44-45 шахтасының бастығы қызметтерінде атқарды. 1935 жылдың 26 қыркүйегінде Күзембаев басқарған бригада, яғни бригада құрамында 6 адам болды. Әр забойшыға тәулігіне мөлшері бойынша 11 вагон арба орнына 220 вагон арба көмір өндіріп, республикамызда рекорд жасады. Жанқиярлық еңбегінің арқасында көмір өндіруде, жаңа шахталарды салуда және еңбектің озық әдістерін игеруде үздік табыстарға жетті. Түсіп Күзембаевқа әкімшілік қызметтің 1 дәрежелі кен директоры атағы берілді. Және БКВ-ның 18-ші съезінің, Қазақстан Компартиясы 1-4 съездерінің делегаты болды. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің мүшесі болды. КСР жоғарғы кеңесінің 1 сайлауында депутат болды. 3 мәрте Ленин орденімен, 2 мәрте еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. 2004 жылы Металлстил Теміртау акционерлік қоғамының көмір департаментінің кеншілері Майқұдықтағы Күзембаев атындағы көшеге жөндеу жұмыстарын жүргізді. Осы жылы 27 тамыз күні осы жерде 12 метрлік социалистік еңбек ері Түсіп Күзембаевқа арналған бюст салтанатты түрде ашылған болатын. Түсіп Күзембаев есімімен Қарағандыда шахта аталды. Көшеге Күзембаевтың аты берілді. Шахтерлар арасында арнайы жүлде тағайындалды. Әрине, қиыны мен қызығы мол шахтерлар еңбегін құрметтеп, олардың ерен еңбегін бағалау үшін мұндай істердің атқарылуы өскелең ұрпақ үшін өте қажет деп ойлаймыз. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорында Түсіп Күзембаевтың ағаштан ойылған портреті бар. Бұл туындының авторы қарағандылық танымал мүсінші Анатолий Петрович Былык. Кеншілер астанасы тарихының жарқын сәттерін мәңгілікке қашап, келер ұрпаққа құнды мұралар қалдырған үшін мүсіншіге алғысымыз шексіз. Әрине, Анатолий Петрович біздің қаламыздың визиткасына арналған Кеншілер даңқы монументінің де авторы. Бұл жайлы біз өткен бағдарламамызда айтқан болатынбыз. Келесі туынды акварель техникасында орындалған. Авторы Николай Иванович Крутильников, Қазақстанның халық суретшісі. Қазақстан суретшілер одағының іргетасын қалаушылардың бірі. Суретші шахтердің портретін шахталар фонында бейнелеген. Кеншілер қызу еңбек үстінде, кейіпкер алысқа қарап жарқын болашаққа зор үмітпен көз жүгіртіп тұрғандай. Біздің қаламыз жыл өткен сайын өсіп өркендеп, гүлденіп келеді. Мұның барлығы құрметті шахтерлар, сіздердің еңбектеріңіздің арқасы. Сүйікті қаламыздың барлық тұрғындарын осы тамаша мерейлі мерекемен құттықтаймыз. Бейбітшілікпен бақыт тілейміз. Өсіп өркендей беріңіздер демекпіз. Тыңдағандарыңызға мың алғыс.